Мінекей екінші қатарға келдік. Қатты бос емес, қатты тартыпта тоқмаймыз. Осылай тоқып отырамыз. Осылай. Бұл бізде екінші қатар. Бізге енді тағы да 4 қатар тоқу керек. Сонда 6 қатар осындай. Сөмкеміздің мойны яғу. Қатты аса бір қиында емес. Екінші сол қолыңызды көмекке шақырып, сол қолмен көмектесіп отырса да болады. Осылай болмаса, ілмекпен осылай істеп отырса да болады. Өзіңізге қалай ыңғайлы, солай. Мінекей үшінші қатарға айналдық. Енді 3 қатар тоқимыз. Айналдырамыз. Үшінші қатарымызда аз қалды. Жіптің оң жағын қаратуға тырысамыз. Үшінші қатарымызды да аяқтайын деп қалдық. Төртінші қатар басталды. Дәл осылай 4-ші қатардың соңына дейін тоқып шығайық. Әркім өз бетінше.
Мінекей, 4-ші қатарымыздың соңына да жетіп қалдық. Енді 5-ші қатарға көштік. Мінекей, соңғы қатарымызды, соңғы бағандары, соңғы қатардың енді жіпімізді шамамен 20-25 сантиметрдей кесіп аламыз. Мына жіпті шығарамыз осылай. Келесі бағандағы 2 жіп қатар тұр ғой. Соның арасынан өткіземіз. Осылай тартып аламыз. Сонда білінбей кетті. Енді мынау жіпті қалай жасырамыз. Бұл жіпті домалақ түйін тұр ғой. Сол түйіннің арасынан кіші нөмірлі ілмегімізді алып, соны кіргіземіз да, түйіннің ішіне. Мынау жұмыс жібін, жіптің ұшын тартамыз осылай. Кез келген жерден кіргізе береміз осылай ілмекті. Бір айта кететіні, осы ілмегімізді кіргізіп, кез келген жерден жасырып жатқан кезде, сыртына да қарап қоямыз, сыртына шығып қалмасын. Осылай жасырып шығамыз. Қарама-қарсы жақтарына ауыстырамыз. Себебі тартылған кезде біраз уақыттан кейін шығып кетуі мүмкін. Сол үшін неғұрлым шешілмейтіндей қылып жасырамыз. Ішінен де білінбейтіндей болып көрсетуіміз керек. Мінекей, себебі мына жерге дейін астар тұрады, мына жер ашық тұрады. Астына түсеміз өстіп. Жіпті жасырудың тағы бір әдісі, ол дәл осындай жіпті киім тігетін, сондай жіпті алып, соған енен сабақтап, осындай жіппен тігіп, кішкене ғана түбінен қалдырып, оны жасырасаңыз да болады. Ол да тағы бір әдіс. Осылай жасырамыз. Ішкі жақтан да көрінбеу керек, және сыртқы жағынан да білінбеу керек. Қараймыз, сыртына көрініп тұрған жоқ. Ілмегіміз, осы үшін бізге кіші ілмек үнемі қажет болып тұрады. Мінекей, дайын болды сөмкеміз. Енді сөмкенің ремейні дейміз, ремейн болмаса цеп дейміз. Цепке қалай кіргіземіз? Соған тоқталайық. Ол үшін
мынау цепті аламыз. Сөмкеміз дайын болып қалды, иә. Мынау цепті аламыз. Цептің біріншісіне, мынау домалаққа емес, кругқа емес, одан кейінгі мынау цептің өзіне біріншісіне ішімізді өткіземіз. Осылай өткізіп аламыз. Шамамен осы цептің ұзындығындай кішкене ғана асырып, жіпті кесіп аламыз мінекей. Жіпті кескеннен кейін кішкене былай созып, кішкене тартыңқырап аламыз, иә. Себебі бұл трикотажды жіп болғаннан кейін созылады. Енді жіптің ұшынан кішкене қалдырдық, мынандай. Шамамен бұл 6 сантиметрдей. Енді келесі жіптің ұшын оң жағымен қаратып, екінші цептің темірінен өткіземіз. Мінекей. Оң жағынан өтті. Әдемі көрінетіні теріс жағда білінбей қалады. Келесі цептің темірінің үшіншісіне келдік. Жібімізді тағы да оң жағынан өткіземіз. Егер сізде трикотажды жіпке арналған ине болса, инемен өткізсеңіз де болады. Егер онымен ыңғайсыз болса, онда осылай қолмен өткізсеңіз де болады. Қайсысы ыңғайлы, сол вариантты пайдаланасыз. Дәл осылай цептің соңына дейін өткіземіз, соңында кездескенше. Келесі ол бізде кисточка жасау. Мінекей, дәл мынандай кисточка жасаймыз. Бұндай кисточка жасау үшін жібімізді кішкене созып аламыз. Үнемі трикотажды жіп болғаннан кейін кішкене осылай созып алып отырамыз. Дайын болғанда созылып, біреу ұзын, біреу қысқа болып қалмас үшін алдын ала осылай созып аламыз, дайындап. Енді жіптің ұшын, жібімізді осылай қоямыз. Міне бізге сантиметрлі метр осындай да қажет болады. 22 сантиметр. 22 сантиметр мына жер. Сол жерден кесеміз. Енді дәл осы жіптің ұзындығымен 12 осындай жіпті қиып дайындап аламыз. Болды. Енді келесі жіпті шамамен 32 сантиметрдей кесеміз. Одан кейінгі жібіміз 65 сантиметр болды. Бұлар
дәл осындай болу, осындай сан болу маңызды емес. Кішкене ұзынырақ болу керек мына жіптен. Аламыз да мынау ілмек карабинді мынау жіптің арасынан өткіземіз. Қа ортасына қойып аламыз. Енді мына жібімізді кескен кішкене осты түсеп аламыз. Дәл ортасынан ұстаймыз да. Мынау сырты болады. Іші мынандай қайырылған теріс жағы жіптің. Мынау сыртынан бір рет жіпті айналдырамыз. Сыртында карабині қалды. Карабинді қоямыз сыртына. Тағы да бір рет өткіземіз. Сонда 2 рет айналдырамыз карабиннен. Мінекей. Енді бұны қатты дұрыстап түзеп аламыз жіптерімізді. Егер сізде жібіңіз көп болса, 12-ден көп 15-16 жасасаңыз да болады. Белгілі бір 12 деген сан не емес, белгілі бір сан емес. Өзіңіздің қалауыңызға қарай. Енді мынау астын 2 рет түйіп байлаймыз. Қатты түйеміз. Ұстап тұру үшін 1 рет. Енді тағы да 1 рет. 2 рет түйдік. Енді мынау карабиннен ұстап, кішкене мынаны желпіп, түзулейтін жерлерін шетіне қарап, түзулеп дұрыстап аламыз. Сәндеп алдық. Енді мынау карабиннен ұстаймыз. Мынау шашақтарды ұстап, шамамен осы жерден айналдырамыз. Сол үшін мынау жіпті шашақты мінекей мына жерін жөндеп алайық. Карабиннен ұстадық, шашақ жағын ұстаймыз да. Мынау ұзын жібіміз бар ғой, соның етек жағын кішкене мынау жіптермен бірдей қыламыз, шашақтармен жоғарғы жағын айналдырып, дәл тура мынау қақ ортасы бар ғой, сол жерге әкеп қоямыз. Қақ ортасына әкеп қойдық. Енді мынау ұзын жағын, екінші жіптің екінші басын мынау шашақтың жоғарғы жағынан айналдырамыз. 1 рет айналдырамыз. Бір жағы тартып отырамыз. Тартып бос болып қалмасын. Мына жіпті екінші жақпен ұстаймыз. 1 рет айналдырдық. Тартып отырамыз. Екінші рет айналдырамыз. Мынамен үшінші рет. Үшінші рет айналдырамыз да. Айналдырып келіп, айналған жерінен мынау домалақ жіп тұр ғой, асып, шығып тұрған. Сол жіптен өткіземіз. Өткіздік. Мына жіптің ұшын ұстаймыз. Бұлай. Енді келесі біз бағана мына жіптің басын мына жіптің басы қайда? Осы жіптің басын айналдырып алдық. Мына жіптің басы бар еді ғой, міне жерде тұрған, сол басын тартамыз. Сонда өзінің ішінде түйін пайда болды. Мінекей асып кете берсін. Екінші жіптің басы мына жақта шығып тұр. Енді екеуін қатты тартамыз. Қатты тарттық.
Енді тағы да кішкене шығып кеткен жерлерін түзейміз, қисайған жерін түзейміз, теріс тұрған жерін оңынан қаратамыз, оң жағына. Оң жағына қаратамыз да. Енді мына жіптің басын кішкентай кіші нөмірлі ілмегімізді алып, енді жіптің кіші нөмірлі ілмегімізді алып, осыны шашақтың арасынан кіргіземіз, қарама-қарсы жағынан. Артынан сөйтеміз да. Шығардық. Енді осыған мына жіптің ұшын іліп, астына қарай тартып аламыз. Мына жерлер қисайып кетсе, кішкене түзеп жөндеп жібереміз. Енді шашақты, біздегі жұмыс қалғаны шашақты түзеу. Шашақты қалай түзейміз? Осылай карабиннен ұстап тұрамыз да, түзелеп әкеп қатты қысамыз. Енді ең түбіндегі жіппен, ең қысқа жіппен бірдей бойда кесіп шығамыз. Бұл жерде енді сіздің қайшыңыз өткір болуы қажет. Түзелеп қоямыз. Осымен біздің кесточкамыз дайын. Мынау артық жіптің қалдықтарын шетіне жинастырып қояйық. Енді сөмкемізді аламыз. Өзіңізге қай жағы ұнап тұр? Мына жағыма, қай жағы әдемі көрініп тұр? Өзіңіздің талғамыңызға қарай. Кішкене қисайған жерлер болса түзеп. Маған мына жағы ұнап тұр, сондықтан осы жағын аламын. Мынау бағана көрсеткен кольцолар ғой, осы бұл сөмкеге 2 кольцо керек, осы кольцомызды кигіземіз. Қатар тұрған 2 жіптің арасынан өткіземіз. Осылай киге саламыз. Қатар тұрған 2 жіп. Осылай кигіздік. Қараймыз, кольцоларымыз бірдей болып тұр. Енді оған мынау жасаған кисточкамызды ілеміз. Біреу жасағыңыз келсе, біреу, екеу жасағыңыз келсе, екеу деген сияқты. Осылай кисточкамызды ілеміз. Мінеки енді цепімізді кольцодан өткіземіз. Кольцоға кигіземіз карабинмен. Егер жібіңіз артылып жатса, мүмкін өзіңізде осындай ремень тоқысаңыз болады. Цеп ұнамаса, мынау цептегі артық жіптерді көрінбейтіндей қылып кесіп тастаймыз. Мына жерін артық жіптің ұшын
кішкене кесіп тастаймыз. Осымен біздің ракушка сөмкесінің мастер-классы өз мәресіне жетті. Назарларыңызға үлкен рахмет. Табысты болайық.